Міне қазір біз осындай прямой юбканы сызып үйренеміз. Ол үшін бізге бел керек, әркім өзінің өлшемін алу керек. Міне менікі 36-49, длина юбкамды 51 алып отырмын. Өздеріңізге байланысты ұзын алсаңыздар да болады. Міне осыны қазір салып көреміз. Бірінші біз белін саламыз, белді обязательно бөліп саламыз. Ол үшін мына жоғары жақтан мен әзір сызып аламын деп. Сіздерге көріну үшін сызып тұрмын. Мына жағынан да ұзындығын сызып аламын әзір. Міне сызып алдық. Енді осы сызып алған жерімізге сантиметрмен бірінші белді саламыз. Ол үшін белін жазып қоямыз. Мерге 30/2-ге. Біз оны алғашқы өлшегенде де бөліп жазғанбыз. Енді осы 36 жазуымыз, оны 2-ге бөлеміз. Міне 2-ге бөлгенде сіздер ойман емес сантиметрмен бөлсеңіздер болады. Міне 36-ны бөлдім. 36-ны бөлгенде 18 болып тұр. Мінекей 36-ны бөлдім. Нерден тауып. Ыңғайсыз, былай қарай қойып алам. Міне енді осы жерге осыны саламыз. Міне 36-ға салдым. Мына жерден плюс 3-ті аламыз. Ол 3 сантиметрімізді мінекей көріп тұрсыздар, тура осылай алып аламыз. Енді бөксесін табу үшін осы жерден кез келген адамға 18 саласыз. Бұны формула бізге берілген зат. 18. Значит, мен осылай жазсам, бұл тұрақты деген сөз. Енді біз бұны осылай сызып, параллельне мына сызып аламыз беліне. Енді бұл жерге мына бөксені саламыз. Обыны. Обы бөлу 2-ге. 49-ды 2-ге бөлеміз. Мен бөлуін жазбадым. Сантиметрмен көрсетіп отырмын, мұқият қарасам. Мінекей 49. Бүктейміз да осы аралыққа саламыз. Мінекей. Енді осы нүктені қосамыз. Мынандай линейка алып қоссаңыз да болады. Бұлар өте көп. Теңгеден базарда тола. Міне қосып алдық. Енді бізге мынау төмен жаққа қарай сызамыз. Қыздар, түзу алу үшін тура алам десеңіздер, онда сіз осы жерді міне үсіп өлшеп, мыняға да салып алыңыздар. Белгілеп алыңыздар. Сол кезде бұл өте түзу әдемі болып шығады. Міне шығарды. Енді бізге ұзындығы керек. Ұзындығы меніңкі 51 сантиметр. Оған 2 сантиметр қайтарылуына қосамын. 2. Мінекей, енді 51-ді алдым. Міне 51, 2 сантиметр қосып алдым. Енді осыны сызамыз. Мына жер 2 сантиметр, бұл қайтаруға қостым. Қарап тұрсаңыз өте жеңіл, оңай, түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерден біз 1 сантиметр запас аламыз. Қыздар, осы жетеді. Мына тере-тере сызық бізде запас. Осы жерден біз қырқатын боламыз. Міне. Енді бізге қарап тұрсаңыз, выточкасы жетпей тұр. Выточканы алу үшін Міне бұлай 10 аламыз. Бұлай да 10 аламыз.
Мына выточканың ара қашықтығы мынаған байланысты 3 сантиметр. Мінекей, оны да бүйтіп белгілеп аламыз. Мынаға 1,5, мына жаққа 1,5. Қарап тұрсаңыз, мына выточканы тіккен кезде бізде 36 сантиметр белі қалып отырады. Ортасынан сызып алып, осылай қоса саламыз. Мына жер 1,5-нан болды. Мінекей осылай выточкасын салып болғаннан кейін, мына жақтан біз 1 сантиметр төмен түсіріп аламыз. Әр уақытта қыздар, міне 1 сантиметр түсірдім. Енді осыны мына 3 сантиметрдегі немізге қоса саламыз. Қырыққан кезде біз мына жерден қырқып аламыз. Мына жер 1 сантиметр. Міне осылай қырқып алып тіге бересіздер выточкасын ар шетке түсіріп. Бәрі түсінікті деймін, мұқият қарасаңыздар. Бұл жерде ешқандай қиын еш нәрсесі жоқ. Тура осылай арқасында саламыз. Арқасын салу үшін біз мына жаққа 2 сантиметр қосып отырамыз. Міне қыздар, комментарияға жазыңыздар, ұнаса. Өте жеңіл, тоқтатып қойып қайта-қайта қарасаңыз, прямой юбка деген өте жеңіл нәрсе. Осы прямой юбкадан біз бірнеше юбкаларды шығаруға болады.